Қандай сабақ? Қазақ тілі. Үй тапсырмасын орындадың ба? Иә, орындап тастағам. Сен ше? Жоқ орны. Бүгін апайдан 10 берсесің ше. Ұрыс етмейсің, қазір сыныпқа барып менен көшіріп аласың. Бұл дұрыс па? Әрине дұрыс. Мен айырдан көшіріп алдым. Өткетсем бола ма? Иә, болады. Мені өткізесіңдер ма жоқ? Қазақ орнына қатысса бірінші орын алады. Қазақ арымыз әлем арына қатысса да бірінші. Қателесесіңдер, әлем арында бірінші орынды мен анам, ал қазақ арында бірінші орын мен әпкем алады. Соған мүлдем орын қалмайды екен де. Қызық болды, ха-ха. Сыныптағылардың бәрі ана жақ қарай кетіп бара жатыр. Біздің ақ мына қарай кетіп бара жатырмыз. Сынып мына жақтамыз ба? Ойбу, кеттік. Жақсылап той жеп алдық, қарның аш қалмасын. Мен тойдым аға. Анаған бәрін жеп тауыз. Қарным тойып кетті. Ешерсе қылмайды, еркек ағаны тоғыз жүру керек. Жеп тауыз. Мектепте ешкім тиісіп жүрген жоқ па? Жоқ, ешкім тиісіп жүрген жоқ. Өзің тиіспе, тиіссе аяма. Шамың кетпесе, маған айт. Тәрбие беріп жатыр екен, мен де отырсам бола ма? Я отырмын мына жер болады. Бұл балаға төлестегі өткенше сабақ деп етпейсіз ба? Үлгерімім де төмен, екпіндігі де жетпейді. Қалай үйретеді, өзін үлгері төмен ғой. Сабақ үлген мұғалімді төледі, мен кеттім саған. Сен аған шынымен жақсы төлесе ма? Әрине, көшеде ағама ешкім қарсы келе алмайды. Сен аған жақсы төлеседі екен, тым болмағанда сен сабақ жақсы оқысан дұрыс болады еді. Сабақ демек сен үй тапсырмасын орындадың ба? Я, орындадым. Не болды? Маған көшіруге бере тұр. Армандапсың. Сержан мен Абдрахман қайда жүр екен? Қостанайда көрінбейді ғой. Қостанайдағылар жүргенше жүреді, екеуі бір-бірінен айырылмайды. Қайда жүрсе де бірге жүреді. Соны айтам, үй тапсырмасын бірі орындамаса, екеуі де орындамаған бұл. Бір нәрсе бүлдірсе де екеуі бірге бүлдіреді. Енді екеуі айырылмас жан достар. Сол екеуін достығына қарап қызығам. Сержан жоқ кезде Абдрахман көзінде Сержан жамандашы. Абдрахман жан шығып кетеді. А біздің қыздарда басқаша, кім жоқ сол жаман. Өмірде жан достар деген болмайды. Неге? Сержан мен Абдрахман тұрмысқан емес па? Олар жағына бір-бірін пайдаланып жүрген адамдар. Өмірде бәрі сол сенің керегіңді алып болған жағына дос болады. Сен өзің сол ойлайсың, жан достар болады, біз соған сенеміз. Балалар? Сабақта аяқталып қалды. Енді санаулы күндерден соң демалысқа кетеміз. Кім қайда барады? Мен ата-әженің ауылына барып, жаз бойы сонда демалам. Сенің ата-әжелерің ауылда тұрады, қандай рахат. Мен барлық досым қалада тұрады, жаз бойы қалада боламыз. Әше, сіздер біздің ауылға қонаққа келсеңіздерші? Ауыл деген рахат, алма жейміз, өзенге шомылуға барамыз. Бүгін ақ кетіп қалады енді, ата-анамыз жібермейді. Сен қайда барасың ғой? Әзірге білмеймін. Демалысқа барамыз ба, әлде көшіп кетеміз ба, әлі белгісіз. Басқа қалаға көшейін жүр жатырсыңдар ма? Әзірге нақты емес, бірақ көшіп қалуымыз да мүмкін. Әкемді жұмыс бойынша алып тұрып жатыр. Сіздер емтихан тапсырасыздар ма? Айтпақшы, алда емтихандар келе жатыр екен ғой. Демалыс тойлама, бірінші емтиханға дайындалу керекпіз. Бүгінше демалып тұрайықшы, дайындықты оқимыз. Соғы. Сіздермен дайындасам бола ма? Әрине болады, бізден алсаң өзіңе жақсы. Біз саған көп нәрсеге үйретемін. О, жақсы болды, рахмет. Мен жазда қайқа баратын білмеймін, бірақ сендерді шақырмаймын. Прикол қоясыңдар. Көшетімізге ренжіп жатсың ба қарындасың? Жоқ, жайлы Шымкентімді осындағы достарым қылмай тұрмын. Жаңа қалада жаңа достар табасың. Ол жақтағы достарым қазіргі достарым тегінде бола ма? Мүмкін. Мүмкін деген сөздің артында да екі түрлі мағына бар ғой, аға. Сен тек жақсылықты ойла, қазіргі достармен көп уақыт өткіз. Жүр, анасын шақырып алып шай ішейік. Жарайды. Өстіп бағанға өліп шығарасың, сонда оңай болады. Енді түсінім болды, қазір шығарамын. Айару бергенші, не есепті бірге шығарақшы, қиын есеп екен. Қазір барам. Балалар түсінің бе? Рахмет, түсіндім. Самғаның жанына мен отырам. Жоқ, мен отырам. Самғаға талса бермендер, ол да есеп шығара алмай отыр. Самға, қай есеп шығара алмай жатырсың? Беш мен шығарып берейін.
Жоқ, маған бер, мен шығарып беремін. Сіз есеп шығара аласыздар ма? Сіздерде есеп шығара алмайды деді ғой жаңа. Кім үйтіп айтып жүрген? Болмайындандар, кім бізде есіп шығара алмайды деген. Мен айттым, не болды өтірік па? Әрине, дұрыс айтқансың. Сен өйстіп шындықты айтпасаң басқа ешкім айта алмайды. Көрсетсе, өзің қай есеп шығара алмайсың. Не есепті? Қазір мен. Жоқ, Біз шығарып береміз. Айару, бізге мына есеп шығарып берші. Осы екеуін ойлап таппайтындары жоқ. Қазір бәріміз бірге шығарамыз. Егнұр, кешігіп қайда жүрсің? Мен саған есеп беремін, міндетті емессің. Қалай міндетті емессің? Не ерексің келіп тұр ма не? Жоқ жерден бәле іздеме, қазір өкініп қаласың. Қалай өкінем бұлай ма? кешірші болды досым, әзілде жатырмыз ғой. Ана жерде қыздар бұманда сазаларын тасадыңдар. Қош болды досым, біз екеуміз, сен бізді бәрібір жеңе алмайсың. Әлі жауап бересіңдер. Қойсаңдаршы жігіттер, әзілдің де орны болады, шегі болады. Құрдас болған соң ойнаймыз, оның несі бар? Кешірім сұрай салуға да болады енді. Бәрібір сендер кінәлісіңдер. Кім айтты біз кінәлі деп? Біздің еш кінәміз жоқ. Қойсаңдаршы енді, кінәлісіңдер. Кешірім сұрай салыңдар. Я, біз кінәлі екенбіз, түсіндік. Кешірші бізді, Бекнұр. Кешірем, бірақ ұмытпаймын. Артынан жүгір жүрген екі жігіт бар. Жұрттар қандай бақытты. Кімді айтып жатсың? Тағы өз білмегенсіп қалады. Ұялып қалды өз. Қойшы болды, бұл мәселе нені қозғайтын болсын біреу. Жарайды. Не oldu сендерге сонша ентігіп? Сама балмұздақ жейсің бе? Біз саған әперем. Жоқ. Әлде тәтті шоколад жейсің бе? Жігіттер, болды енді. Не болып қалды? Бұлай істегендеріңді қойыңдар. Маған ұнамайды. Басқа қыздар да жаман ойлап жүр. Сонда қыздар үшін осылай істеп жүрсің бе әлде? Маған сендер ұнамайсыңдар. Тағы да қайталайтын болсаңдар, мұғалімге айтып берем. Біз саған мұғалім ренжіп отырған. Мен оған жақындамамыз керек. Ренші басылсын. Келістік. Бүгін ұрды, бүгін қатырдық, а? Айтпа, мен ойладым жылап қалды деп, бірақ олай болмады. Бір-ек тискенде точно жылайтын еді. Замаған дұрыс болған жар, әйтпесе қазір ата-анасына хабарласып, директордың алдында отыратын едік. Ойнадық деп айта салатын едік қой. Директор бәрібір дұрыспайтын еді. Ол екеумізге жаман көзбен қарады ғой. Екеуміздің арамызға қиянат жасап жүрмесін. Ойлаған бірдеңесі болатын болса, мен оң қолмен бұрам, сен сол қолмен екінші ұрасың, сөйтіп ойлаған, бәрін ұмытып қалады. Не бар өткен ма? Айт беретін, чорт емес қой. Мақыл онда кеттік. Сен бір рет Айарудан көшіріп алғаныңды апай бөліп қойды ғой. Білем. Білесің ба? Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Есікпен жыным келіп отыр. Не болды? Қатты ашуландың ғой? Мына есепке қай формула сасымды шықпай жатыр. 5 минут демалып алайық, содан кейін өзі-ақ шығады. Сосын жаңағы бері айтпайсың ба, мені ашуландырмай? Мен айтпасам, сен демалмайсың ба? Әрине, сен басал месеп шығарып отырсың. Сен ұялып отырмын ғой. Кетің сыныпқа. Сен саңғалын ұнатасың ба? Жоқ, оң қайдан шығардың? Оны бәрі біледі, оны мойындай салшы. Ешкім айтып қоймайсың ба? Жоқ, ешкім айтпаймын. Я. Мен ғана білем ба? Жоқ, ол да біледі. Біліп тұрып, осылай істеп тұрма, Әбдірахман қандай досы? Кеше Самаға жақындамаймыз деп келіскенбіз, ол сөзді Әбдірахманның өзі айтқан. Демек сен жақындатқысы келмеген ғой. Махаббатқа үшінші ойынның қажеті жоқ. Әбдірахман, сен не әдейі істеп жүрсің ба не? Түсінбедім, нені айтқың келіп тұр? Өтірік білмегендей болмас, мен Саманың ұнататынын біліп, әдейі кек алайын деп істеп жүрсің. Ешқандай да кек алу емес. Менің дәлім ба не саған, Самға қарамайтынына? Сен не менің түрім жаман деген келіп тұрма не?
Жоқ, мен олай айттым деген жоқ. Сенің қарату қабілетің жоқ деймін мен. Абдрахман, мен жақсылап тыңдап ал. Екінші рет Самғаның алдынан көретін болайын, мен сені аямайын. Түсіндің бе? Жоқ, түсінбен. Түсінбесең түсіндіріп жіберейін дей. Тағы бір рет олса шейтін болсаң, қолыңды сындырам. Самғаның жанынан енді көрдім сым, аяғыңды сындырам мен сей. Көреміз оны. Самға, сен басқа қалаға көшіп кететін болсаң, біз ұмытпайсың ба? Жоқ, ешқашан ұмытпаймын. Балықшаны сендірмепті ғой, қалай ұмытам, бірақ кеткім келмейді. Неге? Анаңмен сөйлесіп көрсей, мүмкін өз ойынан айнып қалар. Анneмен қанша уақыт сөйлестік, ағамды айтып көрді, бірақ анам нақты шешім қабылдап қойыпты. Жазғы демалыстарда келіп тұрам ғой. Сен қимайым ше? Сен кететін болса, мен кіммен дос болам? Не болсаң, жоқ болып кетпеймін ғой. Жазғы демалыстарда келіп тұрам. Жарайды, бүгінгі күн жағдайын айтшы, Абдрахман мен Сержандікі дұрыс болмады ғой. Әзілдеп айтты ғой. Әзілдің де өз орны болу керек. Сыныптасың алдында абырой түсіп кетті ғой. Жігіт қой, өздері шешіп алар. Мүмкін. Емтиханға дайындалдың ба? Жоқ, дайындалмадым. Сіз де дайындалмай жүрсіз ғой. Мен сізге еліктен сіз сияқты болғым келеді. Bir adamға түрге келіп düşürme. Әр адамнан жақсы қасиеттен ғана ал жаман қасиеттен білгенде тұрады. Жарайды. Емтиханға дайын. Қандай кітап іздеп жүрсіз аға? Математикадан түсіндірме кітап. Емтиханға дайындалып жүрсіз ба? Иә, жылдың соңына үздік деген марапат алғым келеді. Мен де емтиханға дайындалып соған керек кітап іздеп жүрмін. Емтихан қай сабақтан? Қазақ әдебиетінен. Онда саған қазақ ертегілері керек. Сода сұрақтар көп кездеседі. Рахмет аға, сәттілік. Шығардың ба? Я шығардым, сен Жоқ, шығара алмай жатырмын. Дәптерін бере тұр. Көшіріп алайын дейді. Апай көрсе ұрсады. Тынышталамыз. Емтиханды сөйлемей тапсырады. Әбден ойланып барып шығарыңдар. Бұл қорытынды бағаға әсер етеді. Көрдің бе, мен қорытынды бағам төмен болып қалайын деп тұр. Апай көріп қалмасын. Апай, мен аяқтадым. Өзің бір тағы тексеріп ал да, сыныптан шыға бер. Балыр, мен қазір сенің артына отырам. Неге өз орнына отырсай? Сонда екіміздің нұсқамыз бір болады. Екеумізге бірдей болса не болады? Маған белгілеген тестімді көшірші. Жоқ, көшіртпеймін. Тесті әкім өз күшімен тапсыру керек. Мен енді дайын емес, өзіме лайықты бағаны ала алмай қаламын. Сен дайын болсаң да, дайын болмасаң да өзіңге сай бағаны аласың. Мен дайындалып үлгермедімше, Үлгеру керек еді, уақыт берілді. қолым тиген жоқ, әйтпесе дайындалатын едім. Вақытында ой сылтау айта берсін, сылтау шыға береді. Оданша сылтау айтуға дайындалғанша сабаққа дайындалмайсың ба? Мүлде көшіртпейсің бе? Жоқ, көшіртпеймін. Өзіңге тиісті бағаны аласың, кімге өкпелейсің. Нұрасыл 5, Мержан 4, Бекжан 5, Аяру 5, Самғат 5, Бекнұр 5, Сержан 3, ал Абдурахман 3. Неге апай, бүкіл дұрыс шығарған жақтен? Я, сен шығарған есептерің барлығы дұрыс. Онда неге 3? Себебі сен Сержанға көшірткенсің. Жоқ, апай, мен ешкімді көшірткен жоқпын. Апай, мен ешкімнен көшірген жоқпын. Бүкілін өзім шығардым. Абдурахман 2-ші нұсқа, Сержан 1-ші нұсқа. Онда неге екеуің 2-ші нұсқаны шығарғансыңдар? Тіпті қателеріңе дейін бірдей. Сен көшіргенің үшін бағаларың осындай. Болды, емтихан аяқталды. Ешкімге көшірпеуім керек еді. Сонда бағам 5 болатын еді. Сен де көшірмеуің керек еді, Сержан. Сенің кесіріңнен Абдурахман бағасы төмен болып қалды.
достығымен, бірақ осы жерде сәр қой тұруларың керек еді. Кешір досым, мен білмей қалдым. Мен саған ескерттім, сен мені тыңдамадың. Ол түнше бір бағашына шулап. Жай бағаны емес, қорытынды баға. Мен көшірге қоймен сұрап алдым деп айтсаң да болатын еді ғой, бірақ оны да айтпадың. Сол кезде мұғалім түсініп, Абдрахман бағасын көтермелеп қоятын еді. Бар досыңнан кешірім сұра. Мұғалімге бәрін түсіндір. Иә, екеуің досыңдар. Бір бағаға бола, екеуің достарыңа сат түспесін. Бағаға бола, дос болатын болса, дос болмай-ақ қойсын. Емтиханнан аман есін салдық. Күшті болды, е? Енді соңғы қоңырауда барып, кезек барып мақтау қағазын аламыз. Бірақ Абдрахманға жаман болды. Соны айтшым. Екеуің достары ажырап қалмаса болатын еді. Емтихандарыңыз қалай өтті? Күшті өтті, дайындалғанымыз ақталып, бәріміз 5 алдық. О, жақсы жана, құттықтаймын. Рахмет. Сен тестің не болды? Қанша алдың? Мен де дайындалған арқасында мен де 5 алдым. Қандай баға алдың? Көңіл күйін 4 деп тұрған жоқ па? Ешнәрсе қылмайды, мұңая берме. Дайындалғанды 5 алатын едім. Келесі жылы жақсы дайындаласың. Өмірдегі жетістіктер мектептегі бағаға өлшенбейді. Сержан, бізге соң қоңырауға не сыйлайсыңдар? Соң қоңырауда қыздарға сыйлық беретін бе еді? Әрине, сен сыныптастарың үздік оқушы болып жатыр. Тұтап сыйласаңдаршы. Сендер бізге 7 мамырға ешнәрсе сыйламадыңдар ғой. Енді ол күн отан қорғаушылар күні. Сендер әлі әскерге барған жоқсыңдар. Әскерге барып келіңдер, содан кейін көреміз. Ал 9 мамырда ше, ода да ешнәрсе сыйламадыңдар. Ол күні ұлы жеңіс күні. Сен соғыс қатысып едің? Гитлерді көргенсің бе? Жоқ. Енді не дейсің? Ал 25 мамырда ше, ода да ешнәрсе сыйламадыңдар. Сен үздік болдың ба? Жоқ. Онда не үшін сыйлаймыз? Жарайды, жеңілдім. Не керек айта беріңдер. Маған қолға тағатын сағат, магниті бар. Алсам ағашы. Оған Рошан гүлін ала салыңдар. Ол Рошан гүлін жақсы көреді. Жарайды, басқалармен ақылдасып көрейін. Бұл өте әдемі мүмкіндік, жібек болу керек. Көрейсің жұмыста. Алдынан мен үлкен болсам ше, президент болғым келеді. Президент болу үшін сабақты жақсы оқу керек қой. Оқуға тырысып жатырмын ғой. Ең бастысы сол, президенттер де бұзық болған шығар. Мүмкін сен пысықсың ғой, сенің қолынан келеді деп ойлаймын. Рахмет, әрқашан жанында қолдап жүрсем болды ғой. Я қолдаймын. Сол кезде мен сені хатшы қылып жұмысқа аламын. Хатшы емес, кеңесші ғып боласың. Жарайды, бірақ айлығымды қатты көтермеймін. Президент болсай, сосын айлақты келсеміз ғой. Жарайды, қазірден айтып қояйын. Байқадыңдар ма? Абдрахман мен Сержан араласпай кетті ғой. Я, бір-біріне Алла көзбен қарап жүр. Бір күні төбелесіп қалмасын екеуі. Бірдеңе болатындай төбелеспейтін шығар. Негізі бұл жақсы дос еді ғой, біреу ағаларына түскен сияқты. Мүмкін бегіндер ұйымдастырған шығар. Жоқ, мен ағам олай жасай қоймас. Мен оған сенбеймін. Сен өткендегі олардың ағаңа не істеген көрген жоқсың ғой. Ағаң солардың кегін алайын деп жасаған шығар. Онда солай болуы мүмкін. Өйткені ағам біреуді істеп оны жауапсыз қалдырмайды. Бірақ оны ағам істеген қайдан білеміз? Болып жатқан оқиғаны қарап отырамыз, болды. Соңында бәрі өз-ақ орнына келер. Ағамның кесінен оларға бір нәрсе болмасын. Мен оның алдына алуым керек. Жоқ, бақ келді. Біздің қолымыздан қазір ештеңе келмеді. Уақыты келген кезде бәрін реттейміз. Жарайды, түсіндім. Алло, Бекнұр, сен бе? Жарайды. Мен Самғаға гүл берем ғой, Сержан біледі ғой, Болды. Кешке қарай кафеге болып келді. Жарайды. Ой, рахмет. Самға әлі келген жоқ. Оға дейін гүлді барып сыныпқа барып қоя сал, ұстап жүріп тағысындырып аласың. Жарайды. Гүл Самғаға берейін деп жатсың ба? Мача жігіт екенсің ғой.
Балнұр, биыл оқуды қаншама аяқтадың? О жарайсың. Бақ келді, Балнұрға бір нәрсе сыйладың ба? Жоқ, не үшін сыйлауым керек? Сыныптасың үздік болып жатыр. Біреудің қуанышына қуана білу керек. Соны ертерек айтпайсыз ба? Қазір менде еш нәрсе жоқ. сыйлық аламын ба деп енді қуанып қалып едім. Балнұр, сен Раушан гүлін ұнатасың ба? Онда бақ келді, біздің сыныпқа барсаң, гүл бар. Соны ал да Балнұрға сыйла. Оның егесі жоқ па? Оның егесімен сені сыйлық алмайтынды біліп, мен оны алып келгенмін. Бар алып кел. Уақыт жоқ, сыныптаса бір-бірін қуанта алу керек. Өзі 11 жыл бірге оқимыз. Ойнап айта салып едік, шынымен сыйлаған қызық болды. Сыныптас дегенде пайдасы тиеді екен ғой. Маған алмап бер. Қисық-қисық. Сол қалың өз сияқты. Аяр, сыныптағы гүлді көрмедіңдер ме? Ол Самғаға беретін гүл еді. Жоқ, көрген жоқпын. Басқа біреу алып кеткен жоқ па? Аны Абдрахманның қолындағыдай емес пе? Дәл өзі, ол неге оны алып жүр? Абдрахман, гүлді кімге сыйлайсың? Самғаға Раушан гүлін ұнататын естіп едім. Естің өзің алып келмейсің ба, біреудікі нұрламай? Сен басын ауырайын деген ба, бұл менің гүлім? Ал сен мен гүлімді Самғаға беріп жақсы көрінейін дедің ба? Кек қайтарайын деген түрің ғой. Сен қай жерін ауырайын деген, бұл менің гүлім? Әкел, менің гүлім. Мен сыйлайым. Бұл менің гүлім, не деп тұрсың? Қалай алмай менің гүлім деп айтасың? Өтірік соқпа, бұл менің гүлім. Онда екеумізге де жоқ. Қуама мынау? Сол ғой? Балнұр, мұнда не істеп жүрсің? Жаңа сыныптасыңыз гүл сыйлаған, соны сізге сыйлайын деп келдім. Рахмет. Онда осында тұра берсін. Гүл машетте тұр екен ғой. Абдрахманнан ұят болды. Бұл гүлді алып барып, Абдрахманның өзіне берейін. Алып барып, оны өзі сыйласын. Рахмет, қыздар. Ағал, менің гүлім. Мынаның гүл көрсе шыны бар ма? Не болған өзіне? Баса менің гүлім тартып алған ба? Тартып алып мырыш тастады. Қазір гүлің жоқ осы. Үздік болған құтты болсын. Рахмет, сен де мейраммен. Мына шоколад саған. Не үшін? Үздік болған үшін. Керек жоқ, мен өзім үшін үздік болдым, сыйлық үшін емес. Ала салып, бізде де жұғысты болсын деп ниетпен беріп жатырмыз. Рахмет саған да, үздік бол, бақты берсін. Келесі жыл сабағыңды дұрыстап оқы, сонда үздік боласың. Не болды? Қоштасуға дәтің бармай жатыр ма? Мен тек қана достарыммен қоштасам. Ой, есіме шығып кетті ғой досым сен. Неге мәз болып тұрсыз, аға? Кек қайтару қолымнан келді. Кімнен қандай кек қайтарып жүрсіз? Ана екі дос көрдің бе? Бірде мені сынып көзінше масқаралап еді. Қазір менің арқамда екеуі бір-біріне жау. Оны қалай істедіңіз? Мына бас жұмыс жасайды. Сонда екі досты жау болғаныңызға қуанып тұрсыз ба? Жоқ, кек қайтарғаныма. Кек қайтару дұрыс емес, аға, соны да білмейсіз бе? Есінде болсын, ақымақ адам бәрін ұмытпайды, кешірмейді. Ал ақылды адам кешіреді, бірақ ұмытпайды. Оның ішінде бірақ кек қайтару айтылмаған. Сөзің астына мән бер. Мен ол сөздің астын түсініп тұрмын, бірақ сіз түсінбей тұрсыз. Екі адам жабылу, күртіргі әрекеттер жаман адамның ғана қолынан келетін іс. Ал жақсы адам екеуін достастырады. Кейін бір мойындап кешірім сұрай салам. Мойындаудың да кешірім сұраудың да өз уақыты бар, аға. Кешіріп қалмаңыз. Мен жаман ағадан емес, жақсы ағадан үлгі алғым келеді.
Сержан аға мен Абдрахман аға бара жатыр. Олар кетіп қалды, оларды не істейсің? Оларды достастыруым керек. Оларды ұрыстырған мен ағам екен. Кім айтты оны? Ағам өзі мойындады. Тоқта, олар саған сенбейді. Сенбесе де айтуым керек. Бірінші әткелерге айтайық. Бәрін білуінің қажеті жоқ. Өтірікті бәрі білу қажеті жоқ, шындықты бәрі білу қажет. Кеттік онда бірге айтайық. Ағам қазір мойындамайын деп отыр. Былай қарап тұрсаң, оныкі де дұрыс. Ал шын негізі бар. Бірақ адамшылыққа қарағанда бәрі дұрыс болмай қалды ғой. Мәселен, бәрі кешірімін дұрыстап сұралмайтын болып тұр ғой. Бұрын кешірім сұрау оңай, кешіру қиын еді, ал қазір кешірім сұрау оңай, кешіру қиын. Бір-бірімен кешірім сұратуымыз керек. Бір-бірімен жолықтыруымыз керек. Қалай жолықтыру керек екен мен білем. Алло, Сержан, ертең сағат 11-де боссың ба? иә, не болды? Саябақты жылғақшы. Абдрахман болса бармаймын, өздерің бола беріңдер. Жоқ, екеуміз ғана. Жарайды, ертең барамын. Бірінші адам келсе, енді екінші адам. Абдрахман, ертең сағат 11-де боссың ба? Иә, боспын, не болды? Саябақты жылғысақ деген едім. Сержан болса, мен бармаймын. Өздерің бола беріңдер. Жоқ, екеуміз ғана. 11-де саябақта боламын. Екі адам келсе, енді үшінші адам. Ағам өзім хабарластым. Алло, Аға, ертеңгі флан жоқ шығар, иә? демалысқа не болды? Мойындайтында кешірім сұрайтында өз уақыты бар деген еді ғой. Иә, қашан ол? Ертең саябақта сағат 11-де. Жарайды. Мәселе шешілді. Енді қалай мойындатамыз? Жігіттер ғой, бетпесе бәрі шешіледі. Мынау жерде мен болмаймын деп айттым ғой сендерге. Мен мынамен бірге бір жерде болғым келмейді. Шыда менің сенімен бір жерде болғым келіп тұрған шамалы. Тоқтаңдар, сендер шындықты білулерің керек. Сол үшін шақырдық. Қандай шындық? Абдрахман мен сатып кеткенін жайлы ма? Айтпай-ақ онсыз да білемін. Аузына байқап сөйлеме, ешкім сатпаған. Тоқтаңдар, бұл дұрыса берме. Ешкім сатқан жоқ. Бұның бәрін істеген мен. Сол үшін сендердің кешірім сұраймын. Екеуіңді шақыстырған мен. Оған өздеріңді кінәлісіңдер. Бекнұрды сыныпта мазақтаған соң Бекнұр осындай істеп отыр. Түсіндіріп айтшы менге, ешін істедім. Сержан, сенен көшерге мұғалімге айттым. Сержан гүлін алып қойдым. Бір-біріңе сөз айдап салдым. Бәріне кінәлі сен екенсің ғой. Бұл жерде бәрі кінәлісіңдер. Сендер нағыз дос болсаңдар, бұның бірде болмас еді. Сол үшін өкпеленіштің бәрін кешірім сұраңдар. Кешірім сұрауда, кешіре білу де үлкен ерлік. Осыған дейін ысқандарыңыз жетек, бір-біріңізден кешірім сұраңыздар, мен кеттім ауылға. Я, сау болыңдар, келесі күзде көрсеріңіз. Балнұр, мен де сенімен бірге барамын. Мен кеше анамнан сұрандым. Бірнеше күнге сенің ауылына қыдырып баруға рұқсат берді. Мен сендермен ұзақ уақытқа қосылсайын деп жатырмын. Мен басқа қалаға көшейін деп жатырмын. Ертерек мектепті бітіріп, менің қалама іздеп келіңдер. Біреуің басқа көш атсыңдар, біреуің демалысқа барып атсыңдар. Біз еш жаққа бармаймыз, өйткені бізде ақша жоқ. Прикол. Бәріміз соңында құр еркекті қала дегенімізге кеткі онда футбол ойнайық. Онда сен қақпаға тұрасың. Қақпада не үшін тұрады екен? Өйткені сен кішкентайсың. Онда достығымыз үшін бір күй тартып жейді. Сен домбыраңды тарта бер, біз футбол ойнай береміз, кеттік. Достар, күтіңдер. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.